Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай дайындалатын эклердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 1 стакан су, 100 грамм май және жарты шай қасық тұз қажет болады. Табамыздың астын қосамыз. Майымызды, тұзымызды салып, майымыз ерігенше араластыратын боламыз. Суымыз қайнап кетпеуі қажет. Майымыз ерігеннен кейін 150 грамм ұн қажет болады. 2-ге бөліп ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Баяу отқа қойып қойыңыздар. Мінекей, масса дайын болды. Массамыз суығаннан кейін 3 жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырамыз. Мінекей, біз 3 жұмыртқамызды салып араластырған кезде осындай масса шығады. Енді кондитерлік мешокқа мен алдын ала салып дайындап алдым. Енді пергамент қағазымызға осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Менде кішкене тестам ағып жатқандықтан артық жерлерін қолмен алып жатырмын. Мінекей осылай барлығын жасап шығамыз. Немесе жай ғана қасықпен құйып шықсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша салып шығасыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі өте жұмсақ және де жақсы көтеріліп піседі. Қызып тұрған 200 градус пеште 25-30 минут пісіреміз. Кез келген крем салсаңыздар болады арасына. Мен бетіне жай ғана сахарная пудра септім. Мінекей, эклерларымыз өте үлпілдек болып дайындалды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.